Сіз өмір сүріп жатқан өміріңізге қанағатсыз ба? Немесе оны жақсы жаққа өзгерткіңіз келе ме? Әрине, сіз қызғанатын адамдар бар. Және сізден жақсы өмір сүретін адамдар да бар. Бәлкім, сізден бақытты, сізден жақсы өмір сүретін адамдар бар. Сен де олардың қызғанғанын қалайсың ба? Сізге мықты қабілетті адам ретінде қарауды қалайсыз ба? Сіз жайлы табысты адам ретінде қараулығын қалайсыз ба? Әрине, я. Кім қаламас еді? Онда менің кеңесім, шешім қабылда да уақытты созбаңыз. Не қазір, не ешқашан. Батыл еместікті тастаңыз. Дәл сол адамды артқа тартатын тіпті дұрыс емес шешім. Кез келген әрекетсіздікке қарағанда жақсы екеніне сенімді болыңыз. Егер сіз шынымен өзіңізді жақсартқыңыз келсе, шын мәнінде оны қаласаңыз, онда тек бірақ қана жол бар. Әрекетіңізді бастаңыз. Өміріңізді дамыту үшін бар күшіңізді салыңыз. Ақылға келген бірінші нәрседен бастаңыз. Қорықпаңыз ешкімнен және ештеңкеден қорықпаңыз. Өмірдің мәңгі емес екенін, қаншалықты өміріңіз керемет болса да, есіңізге сақтаңыз. Сенің өміріңнің бәрі сенікі. Ал барлық көрмеген, өмір сүрмеген нәрселер сенікі емес. Барлығы оп-оңай, қарапайым. Өмірден кете, сен шеше алмаған проблемаларды да өзіңмен алып кете алмайсың. Бірақ сен өзіңмен барлық сәттер мен естеліктерді алып жүре аласың. Сондықтан бұл өмірді қолдаңыз. Өркендеп өмір сүру үшін бәрін жасаңыз. Мұны ақылсызда және абайсызда жасаңыз. Өйткені бұл әлемде сіздің жетістіктеріңіздің нәтижесі қалады. Сіз үшін және сіздің сүйіктілеріңіз үшін қалады. Мүмкін сіз өмірді қысқа және жылдам деп ойлайсыз. Сондықтан неге күш салу керек деп? Өйткені мен өз-өзімен бірге ештеңе о дүниеге алмаймын. Бұл өмірді жаман немесе жақсы болса да өмір сүресің. Және сен осында болған соң, бұл өмірдің барлық дәмін сезіне аласың. Дәл қазір, осы сәтте. Сен өз әлеуетін түсініп және пайдалана отырып, барынша рахатын алуға тиіссіз. Сен өмірдегі ең мықты ләззаттың не екенін білесің бе? Өмірдегі ең мықтылары алатын ләззатты. Бұл мақсатқа жеткенде сен алатын рахат сезім. Бұл қол жеткізу үшін ақылсыз, қол жетпейтін және қол жетпейтін нәрселер арқылы жүретін рахаттану сезім. Сіз қойылған мақсаттарды жеңген кездегі 5 минуттық сезім. 5 минут соншалықты аз болғанмен де, күндер, айлар мен жылдар саяхаты үшін 5-ақ минут. Бірақ қандай 5 минут? Ол ештеңкеге алмаспайтын 5 минут. Барлық күш жігердің ең 5 минуты. Бұл минуттар сіз үшін немесе қоршағандарыңыз үшін керемет болады. Тек сіздің өміріңіз ғана емес, сонымен қатар сенің айналаңдағы өміріңді де қуантады. Не бары 5-ақ минут. Өзіңізді алдамаңыз. Өмірге уақытша нәрсе ретінде қарамаңыз. Өзіңізді шағын қуанышпен шектемеңіз. Шағымды қуаныштармен қуанышты болмаңыз. Олар бәріне қолжетімді. Керісінше, өмір мәңгілік емес екенін түсініп, маңызды және ұлы істер жаса. Жаңа нәрселерді зерттеп үйреніңіз. Өміріңізді барынша толықтырыңыз. Сіздің өміріңізді көптеген сол 5 минуттармен көбірек толтырыңыз. Өз өміріңді шынымен тірі өмір сүр. Тұрып, өз мақсатыңызға қарай бағыт ұстап жүріңіз. Орыннан тұрудан тартынбаңыз. Егер сіз қайдан бастау керек екенін білмесеңіз, тауып біліңіз. Жайдан жай отырмаңыз. Ақпарат қазір бәріне қол жетімді. Ғаламтор пайдалану арқылы бәрін оқып білуге болады. Және
Мұның бәрі ақысыз. Ақпарат пен мүмкіндіктер толы уақытта өмір сүретін уақыттың әлеуетін пайдаланыңыз. Ең бастысы үйрен. Жалқау болмай бір нәрсені күтпе. Өйткені сіздің өміріңіздің соңғы күндерінде ішкі дауыс сыбырлап бір сұрақ қояды. Сен шынайы өмір сүрдің бе деп. Сондықтан сіздің жағдайда бұл көз жасы арқылы жауап болмасын. Мен өкінемін, бірақ мен бұл өмірді толық өмір сүре алмадым. Сіздің өміріңізде болған 5 минутты есте сақтаңыз, және жауап осылай орындалсын. Я, мен шынайы өмір сүрдім. Егер сіз бұл бейнемді ұнатсаңыз, онда сізге қымбат адамдармен бөлісуді және менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет.